Bunda bozuk balda. Stil taza kızı orada. 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 Стиль таза Қызылорда біз бастаймыз. Ал бүгінгі біздің подкасттың қонағы Алмас Қожа. Алмас танымайтындарға асаба, кәсіпкер. Енді әңгімені айтқан кезде шығарып жатыр. Ана несі ше? Данный. ішімізді қазір түйілдіреді деген ойдамыз. Иә. Және Құттыбай. Енді Құттыбайды көп таныстырудың керегі жоқ. Бәрі біледі. Көп рахмет. Сыр елі, жыр елі шақырып жатқандарыңызға десең. Біз Алматыдан келіп отырық десең. Және Қуаныш Оспанов. О, Енді қуанышты әңгіме айтқан кезде өзгеріп кетті қуаныш. Молодец. Әдемі болды. Команда аха, күшті. Сән келтіріп отыр да, күшті отыр арасы. рахмет. Перде алғансыңдар ма сен? Құттыбай екеуміз енді бүгін Қош көрдік. Қуаныш екеуміздің ішегіміз түйіліп, мына камерадағы жігіттердің камерасы тұрады шығар. Күлген кезде. Перап кінәлі болып Енді бұл бағдарлама енді қызық болатын сияқты, өйткені кеш өзіміздің қолымызда, кім жүргізсе де, иә? Асық жүргізіп кетеді, менде кейде мен жүргізіп кетемін. Қалайсың, өмірің қалай? Өмірің қалай дейді. Ауыстырғым келіп отыр өмірін. Микрофон жақындап сөйлессеңіз. Жоқ, естіліп жатыр ол. Неге Алмас шақырды деген сұрақ болып қалған. Иә. Алмас бізді Алматыда бір отырыста өзінің ауылындағы әңгімелерін айтып, жаман күлдірген айтшы теге. Сол бір әңгімелерін бір естіп қалайық енді. Ал. Анау асаба деп таныстырып жатқаннан кейін әңгімені тойдан бастаған жөн көріп отырмыз. Былтырғы жылы Уже қызық. 2024-те Қытайға тойға бар. Сөйтші түріңді көріп отыр. Үрімшіге тойға барамыз ғой. Үрімші. Қытайға ма? Қытайға. Немен барып тұрсың ғой? Қазақтар, қандас Самолетпен ба? бауырларымыз шақырды тойға. Жоқ, самолетпен бар Ол жоқ. қатты маңызды ма? Или Үрімші деген Өзі айтады ғой қазір. Үрімші деген Алматыдан ары қарай Тараздағы жер ғой. Неден барсаң өзің білесің. Маған сол үрімші деген алыс сияқтысың. Сен барма, саған үлкен бір кеңесім бар. Бармай ақ қой дейсің ғой, иә? Той алмау яқтан дейсің. Ода ол тойды кім берді десе ма? Кім берді? Нұрлан Еспанов берді ғой. Я Алмас деді ғой. Сенің халқың деді ма? Барасың, 1 сағат той болады, тек әнші хабарлап тұрасың деді. Нұрекем, мен музыкантымды алып алайын. Жоқ керек емес деді ғой. Шашы бітеп Нұржесін. Енді ол кісінің жаңағы тыңдармандары бар, өздерінің клиенттері. В общем, ойдағырды бардық сол жаққа. Мен музыкантымды алып барайын десем, мен жарты бас музыкантым әлі кәмелет жастан енді асқан ғой, загранпаспорт жоқ қой. Сонымен в общем бардық қой. Барғаннан кейін барып қалсақ, в общем, тойхананың арғы басы мен бергі басы көрінбейді. Тойхана ғой. Үлкен ба? Үлкен да өте. Тойхана арғы басы бергі басы көрінбейді, в общем. Сосын ертерек барып алдым да, бір Қытай отыр. Таза Қытайым. Қыдан келеді Қытай. Сосын бір кәдімгі қазақ отыр. Қытайша да қазақша да біледі. Бірақ негізі біздің тіліміз вообще басқа екен ғой. Мүлдем грамм орысша қоспайды ол кісілер. Сосын анаған барып түсіндіріп айттым. Қазір менің атымды атаған кезде мен орта қарай шығып бара жатқанда туш беріп отырсың, маған айтшы дедім. Ол ана аппарат қойып отқан Қытай. Өже менде қорқыныш пайда болды ана жақта ше. Не деген адам, өмір барып көрмеген жер, өмірімізде бірінші рет барып тұрық. Сосын в общем о жақта жаңағы бүйтіп әулеттің үлкендер шығады екен да, Қазақстан Республикасынан ата қонысымыздан келіп атқан пәленше деп шақырады екен. Сөйтіп екі кісі шықты да тойды бастады да, мен жаңағы Қытайға примерно түсіндірген мынау арқылы. Анаған туш қой деп. Алмас Қожа деп жай шығып баратым, тап-тыныш қой. Бір музыка жоғары түсінбеген екен ғой сөйтсем. Басынан болады, аяғы не болады бұның. Содан амандасып, ананы айтып, той иесі пәленше, түгенше, бүгін тойларың құтты болсын деп қалсам, тап-тыныш. Өже түрім бағып бастады. Бізде 1-2 әнші ағалары барған. Олар мен түсініп отыр. Өже тер деген кәдім канал болып ақты. Әр жерінен ше. Түріп жоқ болып кеткен. Қайтып кетейін десе көремше. Терің ағып жатыр ғой. Құлағың сорлап отыр ма? Өтпей жатсың деп. Кешірім сұраймын. Бұл жер қиып тастайсаңыз да. Соныменошым бір кезде Нұрлан ағам кіріп келе жатыр ғой, Еспан. Қасында баласы бар Олжас.
ойбай Олжас көріп қуанып кеткенімді көрсең, қолында iPad бар ғой, MacBook бар. Сөйттім да Олжасқа айттым баласына, мынау екеуімен сөйлесті, бірдеңе туыш ұйымдастыр, тып-тыныш жиналыс болып жатыр мынау кәдімгі. Содан бір кезде анан Олжасқа айта епті ғой, тез барды дағы. Түсіндіріп бірдеңе қылып, әйтеуір бір прикол айтып қалсам, Нұрлан ағамның әндері ода да басқа ешкімдікі жоқ қой. Бірдеңе жерде айтып қалсам, арасында топтың жанып тұрған. Нұрлан ағам әндерін жақсы көріп кеткенімді не деген качественный ән ана кісінің ше. Екіншіде бірдеңе айтып қалсам, әппә қоррамады. Оншым өмірімде ойламаппын Нұрлан Еспанов ағамның әнімен бір тойды полный бітіріп шығамын деген ше. До конца солай кетті ма? До конца бірдеңе айтам, Жәмила қызым, Жәмила. Бәрі тематикаға келіп жатыр дейсің. Еспановтың әндері ғой, ойбай, сөйттім де Олжас қазір шығып айтатын әндері қоймада қалға тұра бер. Сөйтіп Алланың қалауымен Олжас келіп қап, абырой боп 1,5 сағат, бірақ кәдімгі біздің 6 сағаттық болатын той. Күл нагрузка 1,5 сағатта ғой. Тойлар 1,5 сағат болады. Биде тек сол Испановтың биіне әніне биледі ма? Мен арасында тош, жалпы өзінің әншілері бар, бізден тағы біраз әншілер барған, солар ән айтып жатыр ғой. Бірақ жаңағы арасындағы туыстар ше, ямақау жоқ. Сөйтіп Еспанов ағамыздың әнімен мен енді бір жерде деп әзілдеймін ғой. Айттым ғой деп атым, сізге музыкант алып келейік адам ұқсап десем, жоқ деді, бірақ өзінің әндеріне сеніп тұр екен ғой. Сөйтіп амазип өткізіп ағамыз. Мына той деген, тойда неше түрлі қызықтар ғой. Сен айтшы қандай қызық бар? Ой, бізде қызық бүкіл той қызық қой. Жүргізген. Жоқ, күшті айтқан е, күшті үрімшіні айтып жатыр жаңа. Үрімші ма не еді? Барған жерінде айтып. Үрімші. Енді біз бармаймыз ғой қай енді. Музыкант апару керек. Барсаң музыкантымен сиенаңмен шығып кет. Құдай қаласа. Ана енді жаңа ауылдың әңгімесі деп айтып қалдық қой негізі. Сөйтші сол, ауылға келейікші сол. Біз ауылға келейік. Біз енді ауыл белгілі ғой, Жаңақорған ауданы, ар жағында Қожакент. Үрімшіден Алматыға ауылға келдік. Ауылға келдік. Сол өзі Қожакент, Түгіскен ауылдардың бәрі қатар жатыр. Бізде де ауылда өте әңгімелер көп. Енді аны көріп қап, ренжіп қап жүрер, аттан атамай-ақ қойын. Бір кісі де ұра берейін. Иә. А деген кісі деген сияқты ше. В общем, бір ағамыздың үйінде бір ит бар екен да. Тауық туады. Тауық жұмыртқа бірінші кезде жұмсақ болып тұрады. Ана ит löp еткізіп жұтып қоя береді екен да. Барып алып үлгере алмайды. Сосын ағам жыны келгенде 5-6 жұмыртқаны күнге қойып, жұмыртқа ашып кетеді ғой күнде тұрса. Ыстық күні. Аштықанда, Ақтөс шақырып алғанда, ақыр жұмыртқа жейсің ғой деп, ауырың арасына қысып қойып, 6 жұмыртқа тыққан ғой. 6 жұмыртқа тыққан, мәш, осыма саған керек, ашуланған. Наказын беріп отырған ағай. Ана деп ит жаңа. Жұмыртқа деп жемей қойып. Бірді сушняк көрмедіңіз. Ит дейді. Бүт езді қайта қарап. Жақтырмай ма? Кеткен ғой енді. Кеткен сонымен 5-6 күн жоқ болып кетті, рахат болды. Жұмыртқаны туады, алып келеміз. Сол бір күні бар, 5-6 жұмыртқаны жинап алып келетсем, анау бөже асқазан ауырған жазылған шығар енді. Көршіне жана ит келатыр, сәл қисайып жүреді дейді. Отравление бар ғой, бассейн алып тұрған. Қисайып келе жатыр. Итке Ақтөс қарап жұмыртқа көрсетіп қалса, Ақтөс Келесі сол, келесі. Ауылда әңгіме көп, өте көп. Бір көкеміз бар екен. Қай ауылдан айтып қойсаңызшы өзіңіз? Қожакент, Түгіскен, екі ауылдың әңгімесі қосып айтып жатырмын мен. Адам кейіпкерлердің атын айтып жатқан жоқпын. Ауылға да кіріп шығу керек дегендей. Соның бір ағамыз бар да енді. Айтпаймын деп айтып қоясың ғой. Короче, бензинге су қосып сатады екен десең. Точно айтпай қоятын ой. Су қосып сатады екен да. Су қосқанды естіп еді? Ерте еректе ғой, сәбенің бүкіметтің кезінде. Бола бере ма, кете бере ма? Кетпейді ғой деймін. Жанбайды ғой ол. Жанбайды да, соның машина моторы құрайды ғой. Бензинге бірінші. Соның машина моторы құраған сонымен, анау өзі машинасының моторынан айырылған жігіт өзі балықшы екен да. Көлі бар өзі. Жаңағыда бензин құйып мотор ұстап қойған. Мотор ұстап, қалай ақымды аламын деп жыны кеп жүрген ғой.
сонымен ана кісі айтып қойыпты пәленше балық алып келсе балық алайық бір балық жейік опа болды көке деп әкеп беремін сөйткенде балықтарды алғанда анандай жолдың жағасына қиыршық тастарды балықтың аузына тыққан ғой ақыры ол да су қосып сатады ғой балыққа тас қосып отыр. балыққа тас тыққан мынандай балықтар 1,5 кило Сиіміз де ойлайды ғой. ана Сүйегі ауыр екен балық десе. түсінбейді дейді ана таразға қойса да сол салмақ мына таразға қойса сол салмақ алған ғой енді 4-5 балық пәленбай килограммға Пәлем бе килограмм? сонымен ішін тазалап отырса тас шығып жатыр дейді ана көкеміз айтты мынау немене беле тас жолдың жағасына жайылған ба тас жолдың жағасына жайылған Жаңғырғандығы ма? сол ана жаңағы көрші ауылда мен андасында енді өзіміз тойда жүргесін осындай жерде бір әңгіме керек кезде бір көкеміз бар да енді түгіскен деген ауылда көрші ауылда сол ауылға барамын да ана көкеммен әңгімені четко іліп аламын біразын сөйлесеміз бір күні ана көкемізге арғанау Чимкент жақтағы бір ауылдың гректері в общем ауызын ұрып бір ит күшік сатып жіберген ғой ойбай не дейсің бұл сұмдық деген ғой қырғауылды ұшырғанда енді 1,5 метрге дейін өзі секіреді атып әуре болмайсың жылдамдығы сұмдық ана көкем сол рекламаға тойып алған ауылға алып кеп бірінші өзі көрмей тұрып қателігі бұл кісінің айтып қойған ғой көршілері бар достары бар бәріне айтқан несін сұрайсың мен бір ит әкелдім ана ит деген сұмдық атып әуре болмайсың не ал дейді итті көрейік сонымен бәрі шығады бір 15-20 адам шығады бір иттің соңында охотаға бізде енді анандай ұзын қамыстар арасына ит кіргізіп жібересің ұшырап пақырып атасың сондай ғой ойбай мен деген басқа жақта отқанда күріш туралы түсіндіріп кетіппін ғой бәрің біледі екен Мен жаңа итті айтамын деп отырмын ғой. сонымен Ит не болды? Көке ит не болды деп. итті апарып кіргізеді Аха, кірді. кіргізсе вообще қырғауылдың иісі мұрнына бармайды дейді ана жақта бір-ақ ұшырады Жұмыртқа жіберсе. Далаға кетті. Жаңа ит бір жұмыртқа кезде жіберсе. ол жұмыртқа басқа ұмытшы оны Жоқ, Басқа ғой ол. ит деп отырмын. сол бір кезде артта қалып кетеді дейді ана 15 адамдар қақтамын 1,5 метр секіреді жай әңгіме кете бастады ана кісі өзі ұялған айтуын айтып бір кезде ит шаршады дейді ғой адамдардың арасында жүр дейді ғой Өшіп қалған ба? көкем ақтас деген ана тузик па енді атын білмеймін мен тузик деп бүйтіп мылтықтың ұшымен бүйтіп қамыстың арасынан көрсетсе ана кірмейді дейді Ойнаған салып тұр ма? тузик кірсен деді Отқан сияқты болды ма? кірсен кірмейді дейді жан жағына қарап ыңғайсызданып кетіп боқтаған ғой ой шешең бәлешесі бар сен айтшы мен ақ ұшырайыншы сен айтшы мен ақ ұшырайын деп айтады Иттің қолынан мылтық жүрсе. сондай қызықты әңгімелер өте көп ойында ештеңе жоқ та ол көршілер өйтіп айтып қойған біліп тұрған жоқ ол ит өзінікі істеп Біраз жатыр ит тұрады ғой ит тағында. ой ауылда неше түрлі әңгіме көп Алмасжан ай. Бір итпен қатарласқан сияқты. Не, күшті екен. Тірлігің бәрі ит екен ғой десе. Жұмыртқа демекші, сіз енді жұмыртқамен біраз айналысасыз. Жұмыртқа айтпақшы бізде қуаныш. Өзінің жеке тауығы, жеке Светпен. андай осындай светпен өсіреді. Бүгін бізде өсіріп отқан бұл қуаныш десем. Жұмыртқаларды алады да сатып алып. Светке қойып, жоқ бірден. аштап Инкубаторға ақтастырып салып. Инкубаторға салып. Инкубаторға салып. Жоқ, айтып жүрші қалай. осы 45 күнде ана окрашка болатындар ма Иә. Бройлер ғой олар. Мен жұмыртқа бағытында жаңағы. Исушка деген тауық. түсіндім Россиядан алдыртамыз жұмыртқаны. Инкубаторға саламыз 21 күн күтесің. 21 күннен кейін балапан болып шығады. Балапан шыққанда брудерге саласың. Арнайы жемі бар деген сияқты ғой. Сөйтіп өсіріп. Қазір Пайда бар ғой негізі. пайда бар. Кеше машина соғып алған жоқпын ба? Жақсы. 18 қораз 62 мекеннен алып отыр. Біздің қуаныш мектепте жұмыстан бөлек осындай кәсіппен айналысып. Өзінің жеке тауық заводы болсын. енді 45 күннің ішінде жұмыртқаны тауық шығарып отырсаң жақсы ғой
Қарсы күні- мекендеріне ше мекендеріне бір қызығы болсын. Ана бір видеосынан көріп қалдым. Қораның несінес қоразының суретін қойып қойған болды. Соны қарайды той береді. сондай ма не? Иә. Иә. Қойшы суретін қора қойған суретін қойса соны қарайды да мекендер дейді болды туа береді. шын ме прикол емес па? Ей, шын айтшы. Прикол ғой. Иә, жем арқылы туады ғой, жем. Бірақ суретін іліп қоясың. Сосын Иә. сағат іліп қоямыз, сағатқа қарап қора шақырады. Сағат 6 болды деп. В общем, бәрі искусственный да. Искусственный бәрі баяғы. Жоқ қазір. Сұру келеді да мекен 6-ға болып кетеді. Қораш кетеді. Қуашты қасында қарсы үйіне барып тауықтарын көріп жүрмін. Мына әңгімелер бір жерде естіп отырмын мен. Қораз сағат қоққан бізден ғой, сағатты қалай біледі қораз? Жоқ, сағат қойып қойғанда сағат сайын ана шақырып тұрады да, иә. Сағатқа қойып қойғанда қораздың даусын. Соны шақырады бір. Звукқа ше. Звук, иә. Типа мекендерін шақырады ғой. Қайтсын. Сол ана мекендер деп келіп фотоны көреді да. Сен де үйге өзің суретін іліп кетіп жатқан. Көбейіп жатыр ғой. Менде де бір басыма қызық оқиға өтті. Сөйтіп айтып берейін да. айтсаңшы. Бір күні мен бар, Бағлан деген досым бар. Бейбіт деген досым бар, Қайрат деген досым бар. Паркте жүреміз ғой, қыдырып. Паркта аралап бір жүріп қайтайықшы дедік, жүрік сол. Бір қарны ашып кеткен. Сонымен бір жерде коктейль сатып алады, мороженое коктейль. Давай коктейль ішейік дейміз ғой. Коктейль өзі 0,5 қой енді. Жарты литр ғой былайша. Төртеумізге береді. Жарты литрден ішіп аламыз. Мен қанбай қаламын, шөлдеп тұрамын өзім. Тағы бір құйыш деймін, тағы бір құяды. Коктейль мұздай ғой енді, тәтті. Тағы бір ішіп тастаймын. Қарын тойды нормально. Бір кезде балдар тұрып, давай пиратқа мінейік дейді ғой. Ой, пиратқа ана бүйтіп тұрады. Бүйтіп тұрады. Пиратқа мінейік дейді ғой. Жетсік тоғы. Сонымен тұрамын да, мінсек мінейік деймін. Сөйтіп шет жағына отырып аламыз. Ең күшті жер шет жақ қой. Шет жағына отырып алғанбыз. Дәл ортасына отырып алғанмын ғой мен шет жақтың. Бір кезде басталды пират. Коктейль жатыр. Ортасына келген кезде бағана коктейль. Піскен айдан дәм болып келді. Піскен айдан. Піскен айдан. Коктейль нараға келді ғой. Ана бүйтіп төмен қарай түссе қайтады. Ол да кәшеден. Ол да коктейль жатыр ғой. Көтерілсе манараға келеді ғой. Бір кезде ана күшеді ғой. Патологына барған кезде. Коктейль сыртқа шықты ғой енді. Ауыз полный болды. Стакандап қоятсың ба? Ортасына отырып алған ғой. Ауыз полный. Пу деп тұрмын кәдімгідей. Ұстап тұрсың ғой. Бір кезде уже ар жағынан тағы да шығып жатыр ғой. 1 литр коктейль ғой енді. Ар жағынан итеріп жатыр ғой. Уже нарамнан ақты ғой. Коктейль керек па? Коктейль. Нарамнан ақты ғой. Мен жаман көз алмай елестетіп отырмын. Мына жерде ортасына отырып алғам. Артқа тастай алмайсың. Алдыңа тастай алмайсың. Оң жағында адам, сол жағында тастай алмайсың. Аузым сақтап отырмын. Шығып жатыр енді ана бүйтіп пырт етіп жегендей. Сүртіп жаймен білдіріп беретін қасында көрмей отыр енді. Көрмей отыр да қасында қалар. Бір кезде жаймен пираттың күші қайтты ғой. Жаймен аяқ жағына қарай күші қайтады ғой. Жұрт жерінде емес. Райокасы біліп қойма. Күші жаймен қайтқаннан сенттен қайтады ғой жүрегі айнаған. Жаймен қайтты. Ішін көріп тұрған жоқ ақыры. Жұтып жіберген ғой қайда барады. Осы жерде туыш арасында топ. Просто сол коктейль просто жылы болып болды екінші. Сен Ашқарынға ішкеннен кейін Жылы коктейль. Егер де коктейль ішіп отқан жандар болса, осы бағдарламаны көріп отқан жандар болса, жүректеріңіз айнымаңыздар. Бұл өзінің басынан өткен оқиғасын айтып отыр. Арғы жалғастыра берейік. Сіздің басыңыздан сондай нелер кетті ма? Өтті ма? Мысалы, құс қойған жерлеріңіз, тойда бір көп нәрсе жеп қойып. той. Алмас сен ана оқиғаны білесің ба? Той деген. Ана оқиғаны білесің ба? Бізде Қызылордада бір жігіт той жерге жүрген еркелейтін болған ғой, біреудің тойын алады, бармай қояды, үйтіп жүреді, бір кісінің баласының тойын алғанда бармай қойған ғой. Соңына кісі ренжіген, кейіннен басылған, 2 жыл өткен, сөйткенде екінші бала сөйлейтін болған ғой, жаңа тамада қайтадан звондайды дейді ғой. Жақсы көреді дейді, той жүргізген. Сөйтіп айтқан ғой, бірінші балаға бұйырмадың, сондай болып қалды, енді келмей қалдың, білмеймін не болған. Екінші балам тойында саған жүргізген. Қашан мынандай күні бос, давай бір апалатсын, бер, давай той күні. Енді той күні болмай ма? Той күні болса жаңа жоқ дейді ғой, телефон алмайды дейді ғой. Екінші баласының тойында уже. Ағамыз ашуланып кеткен еді, ресторан несінде кіре берсін, вип камералар болады ғой, отырады. Сода отырып алған дейді ғой. Құдай ай, осы тамады бір бұйырмай кетті-ау деп пышақ ұстап алған дейді, қолына жынданып кеткен дейді, ашуланып. Звондайды, жоқ. Сөйтіп 2 тамада кіріп келді дейді, жаңа жігіт. Ассалаумағалейкум, уағалейкум ассалам. Кімсіңдер?
ошо жалдаган тамадыңы жибербейт бизде сондойсундай ага машуланып кеткен куруп кетчи кетиңдерчи деген кетчи көрмөш көзүмө ага эми бизди жибериптир энди ол келе алмайт эмне болсо да биз эмне истейин анау куршу деген көрөрөм тоюңа кайраттан шакырып Ернар Айдар келип турса деген го жаңа тамадын берип атат дейт Ернар Айдар да нормальный әнші ғой деп спаймен ба ол да звезда ғой деп тойда демекші 2021 жыл ғой енді каждый жыл анау киім кешек реттеп сезонға дайындаласың ғой енді содан бір көздеп жүрген бір костюм шалбарым бар тұғын соны алдым сөйттім да январь 22 жылдың январь 22-сі әлі ұмытпаймын мені кім жіберген Қуандық Шәкіржанов ағаның бір қайын інілер болып келетін семейдің кісілері екен шығыста сосын шығыста ол той жасап жатқан кісі 7 қыздан кейін 8-ші ұл болып тұр ғой ана ұлдың шілдеханасынан бастап ағаң дүрілдетіп келатыр короче и бірге толып жатыр ана сөйтеді да в общем неше рет кездесеміз той әдемі ана ағам айтты алмас ана пәлен жердегі той бар ғой иә сол тойда боламын дәл сондай примерно сол форматта емін еркін деді өйткені мен кәдімгі еркін форматта өзім кайф ұстау үшін дастархан жайып жатырмын өйткені мен ағайынның бәрін осы мен балам тойында көрсем деп сондай әңгімелер болған жарайды в общем тойға бардық барғаннан кейін біздің барысымыз семейлік Айбек Нұғымар Айбектің тұсау кесейін деп жатыр ол кісілер в общем шығыс қазақстанның беткөстер азаматтары ғой енді Айбекіңдер самолеттен түсіп тойға бір 9-ға таман келді күн қақап аяз вообще мен жаңағы ағамның еркін формат типа білгеніңді істе дегенге тойып ағам сонымен менің ана бір бүйтіп жүгіріп билейтінім бар да біз білмейді екенбіз жүгіріп жаңағы ақтас бай көрсем жүгіріп бара жатқам ғой негізі ол действительно өтетін сондай сценарий фишкин ғой енді тойда фишками жүгіріп бара жатқан кезде маған бүйтіп көлденеңнен бір 3 жасар ма 4 жасар бала жүгірді ғой енді мен де сендер жақ бүйтіп өтіп кете алмаймын ғой мен бұрылмауымша ертерек әрекет жасауым керек қой уже поздно болды ғой ана баланы соқсам кәдімше ана тойда әжептәуір бір жағдай болайын деп тұр енді уступиден келіп қалды ғой анау келіп қалды сонымен в общем құлатпаудың әрекетін жасаймын да ана құшақтаған болып жатқан кезде аяғы тайып кетеді да көрсетіп өзім құлап ана баланы осылай ұстап үлгеремін ғой қайта ше менде батут сияқты былқыт ана бала ештеңе қылған жоқ тұрып кетті че-то не-то бірдеңе ше мә тұрайын десем шалбарым мына жерге дейін жыртылған ғой енді ситуациядан шығу керек боларс болды енді мә ана шалбардың жыртығымен шамал іш киім көрініп тұр до конца ойынды бітіргенсің ғой до конца ойынды бітіргенсің ғой сосын ағама айтамын ағам міне 7 қыздан кейін ұл дүниеге келді сіздің тойыңызда шалбар жыртылғанша деген осы міне бара халқы өтіп бәрі түсініп тұр енді ана жерде бар ғой енді әдейі анадан кейін нети шықтығында кетіп иә бар ана тұраса ойбай деп бүйтіп кетсең уже позорсың бірақ мен тұрамын да миыма келген сол болды до конца ойынымды бітірдім да бүйтіп столдың арасында келе жатсам костюм шалбар киген бір жігіт отыр бергешті шақырып алдым да маған микрофон мына список тос бере тұр қазір мен киімді ауыстырып келемін деп грамотно шығып кетемін тамада емес па әшейін біреуге тамада емес сасқалақтап ол да басқа варианты жоқ 350 адам ана жерде сөйтеді да анау кәдімгі тосты оқиды адамдар қонақтар шығады тосты береді хорошо что сол күні мен сол костюм шалбарға лайықты бір шалбар киіп барамын болмаса сәл бос киіммен жүргім келеді ғой сөйттім да ана оператор бала шақырып алдым мына видео шығып кететін болса ұрам соғам қырам деп айтпай ақ қояйын өмірбақи қарғап өтемін деді бар әлім жеттік жасаған түрің ба жаңағы шыққан жерін десе қарғап өтемін деген қинайды иә содан ана бала тамада болып кетсе қазір жақсы тамада рахмет деп сен шалбарың жыртылғанның арқасында шалбар жыртылған деген шығады ғой бекзат молдаберген біздің өзіміздің бауырымыз әнші
Қайсет ана таспеттік өзім таспеттік қой енді соны қайын жұрттың тойында болып жатырмыз оған дейін жаңағы қайын жұрттың тойын мен басқарып келатырмын да енді бірыңғай жаңағы балдыздары ұзатылса тағы да бір әулетіне үйленсе оған дейін бір тойында ақылдасқан кезде айтқанбыз құдай қаласа енді мына балдыздың тойында жыртамыз тойды айырамыз деген әңгімелер болады ғой енді бір айтасың ғой Я соны серьезный қабылдап қалатындар бар ғой. бір кейде болады ғой аузынан сөз шығып кетеді сол сен бұрынға шығып кете береді ғой сен сол тойда Екі рет шығып кете ләңкі ана өздері жаңағы әулеті ше жаңағы балдызы қайын жұрттың әулеті ләңкі сондайлар алып келеді жаңағыдай салт дәстүрлерге ойында өздері дайындап алып келеді ләңкі жаңағы жүн түтін андай асық анау мынау асық сондайлар алып келеді сол маған айтты ләңкі ойнататын уақыт бер кілең еркектерді шығарып берші деді сосын еркектерді шығарып бердім апа давай ананы тепкізіп жатыр мынаны тепкізіп жатыр бір кезде өзімді бір теуіп көрейінші дедім да енді бір теп алмай жатыр да бір теуіп қойып ана жаққа қорғасын біреу жүні біреу соны қорғасын алайын дарға тағылады шалбарым ше бір мезетте екі косяк жасадың ба мен ана қорғасынға қарай баратқанмын бұл дарға қарай тағылды мен ол жерде сасқан жоқпын ше конкретно не істерімді білмей тұрдым да сразу анау ресторанның артында столдардың перделері бар ғой орап қоятын ма орамалдар ше соны алдым да пытыр орап аяғыма орап алдым да бір тос екі тос үш тос бітіріп тастап кәдімгідей сол тойды осылай бітіріп тастадым ғой ойлашы Мен қайта ауыстырып. мен ауыстыратын вариант болмады мен тима бишілер бар ғой жаңағы біздің сол жігіттердің шалбарын киіп едім ол маған мына жерге келіп тұрды олардың шалбардың ішінде үш киім болып па еді киім бар ғой қайдан білейін обычно кимейтін ғой сондай деп бір жатқаным нәрселер болған басымнан өткен да қызық сәттер қиын ғой тойда алжыртылған бірақ иә Неше түрлі ситуация болады андай ғой. болады ғой бір әйелің енді костюм шалбар бәріміздің әйелдеріміз дайындайды мынау рубашка дайындап қойып мынау көйлекті киемін ананы киемін мынаны киемін Барған кезде нәски жоқ ше. ол қайта нәски магазин ала саласың ғой мен ақтөбеде тойдамын сағат бір 5-тердің кезде өзім сезді бұл адам болады сезеді костюм шалбардың ішінде бірдеңе болмай қалғанын сезіп тұрмын ше ұмытып кеткен сияқтысың иә ұмытып кеткен сияқты мен айттым да қазір чехолды аштым костюм шалбарды тұр аппақ 5 костюм шалбар осы костюм шалбар жакет бәрі не жоқ шалбары жоқ қой ішінде аппақ смокинг ананы қалай киесің енді Басқа шалбармен келмейді. уже ол парымен ғана жарасады иә тоймен звондап жатып бір кезде не істерімді білмеймін мегаға қарай бар ақтөбенің мегасы бар ғой соған барып бір киімдер алып шалбар келмейді ғой анаған ше и не істеді десе жаңағы қыз сатып тұрған қыз ағай мен тігінші емеспін ләждап берейін менің шалбарым білесің бойым қысқа ғой 2 рет орайды ғой ананы ше балақты ше 2 рет орап мына жерден бір іліндіріп береді ғой жіппен тойды орвадым мен ше бірдеңе сүйреліп юбка сияқты артында ше юбка сияқты етек па не деймін біреудің етегі ма деймін артында 2 бала алды қайырғанда мына үзіліп кеткен ғой шығып балаға балайдыр ғой иә Негізі бар ғой той деген. Каждый тойымыз өзіміз қазір мен жастықпен білмейміз ғой негізі каждый тойымыз стресс қой ше. Ол біреулер ойлайды келді 3-4 сағат сөйледі пәленің алды сол енді пәлен мыңға дейін қанша жыл еңбек еткеніңде сосын сол тойдағы каждый мелочтың бәріне жүрегің ауыратын көп адам түсіне бермейді. майым ғой негізі Мына мысалы мынаның өзі саған өзің қазір күліп отырсың бірақ сол кездегі ситуацияң деген. баяғыда сөзіңді бөлмей ішінде қалсын біраз нәрсе бар сияқты жаңағы біз команда болып жүреміз ғой біз андай клубқа неге баяғыда студент кезімізде қатты шығатын тұғынбыз ше істейін деп отыр екен сөйтеміз да бір күні бағланның ағасы үйленеді сол қызмет жасаймыз жаңағы титан анау мынау енді бәріміз қайнатып түр деген әбіржіп тұр душқа түсіп алдық сонымен тұрып мамасы кішкене аз маз тиын берді да балдарды бір жерге апарсай деді ғой бізге сөйтіп клубқа баратын болдық бізде керуен деген клуб хит короче ойбай ортаны бермейміз барын киеміз ғой мысалы қуаныштың киімі бізге келмейді мысалға в основном бір өзімізге әйтеуір бір ақбастың киімі бірінің киімі әйтеуір бір сиса киіп кете бересің ғой сол киім киіп алдық ішінен мен қара не киіп алдым майка майка ғой алды жазуы бар мен жоқ сен араласпаймын қара майка қара майка бар ше кәдімгі қап қара майка ішінде жазуы бар ақ рубашка киіп алғанмын ғой Рубашың алты жабық па? Ашық па? жабық ішіне қара майка киіп алған жазуы бар. еще ол светомузыкаға қатты көрініп тұр ғой енді сонымен бәріміз ортада билеп қай мезгіл жазба? Иә жазба дискотека бық ортаны бермейміз бәрі ана билеп жатқан адам бәрі бізге қарап тұр
біз лезгинка билейміз, үйтеміз, бүйтеміз, бір-екі билеп кететініміз бар арасында шошаңдап ше. Сөйтеміз енді бір шоу программа басталды, бірдеңе деп DJ хабарлады. Оқпа, не бәріміз сразу раунд деп жайғасып отырамыз ғой. Дым жоқ, бірақ су ішіп отырамыз тек ше. Бір кезде бір екі қыз шықты, короче. Бір Россиядан бір жақтан келген екен. Ойбай. Шықты. Стриптиз шоу. Иә, стриптиз басталды, короче. Стриптиз деп айтқыздаршы. Стриптиз басталды да. Короче, ары бері бір кезде ана столға барады, мына столға барады. И біздің столға келатыр ше. Бізде бір проездың өзін жинап алайды ғой. 250 теңгеден жинап алып қойса ше. Счет қанша болып кетті деп отыр ғой өзі. Ол ақша жинап жүр ме столда да? Жоқ, ол билесе ана ақша береді, короче. Каждый столдан шығып билеп жатыр ғой, сол билеп жатыр ғой енді. ақша қыстырып жатыр ғой. Иә, бізге келатыр енді. Бізге келатыр енді. Біз өзіміз счет тойын деп отқандар дейсің. Счет тойын деп қайтатын ғой. Таспөтке такси жоқ қой, білесің ғой. Сөйтіп отқан кезде келді ғой. Сол кезде Бағланның бір отқыр ойы бар ғой. Жаймен салфетканы алып. Төрпіштілеп, жаймен аккуратно жинап бүйтті. 3-4 мыңдай жинап қойды. 3-4 мыңдай жинап қойды. 1000 теңгелік еді ғой. Сонымен ана қыз келді ғой Бағланға қарай ше. Бағлан саспайды. Светамызды кім көріп жатыр оны? Бір-екі турзине қарай жиектен қыстырып жүреді дегенш кетті ана. Салфеткеге мәзге кетті. Мен мына жерде куш ұстадым деді ғой, яғни ол ше. Салфетке жаңағы екінші қыз мені шақырады. сайын билеп жатыр. Каждый столдан біреу шақырып жатыр. Ортаға ше. Жалғасын. Иә. Енді жаңа қарасаңшы, мені шақырып алады да столға отырғызып қояды, короче. Бәрі қарап тұр. Рубашкамды ашпаса екен. Жаймен екі түймен ағытты. Қара шықпаса екен деп тұр ғой енді. Әлі көрінбейді. Мына жерде тұр ғой енді. 3-4 түймелер ашылды да, рубашка, майка, қап-қара майка. Мойны сәлка кір. Еще ол билеп, терлеп, бояу өңген. Ана қара шыққан. Тер тұр. Біздің балдар гүл алып. Бүкіл зал күліп отыр. Майка. Қара майка деп атап кеткем сол жерде. Сол күні ма? Аха, сол. Бәкең метрді салфетті қып жүрген ше. Ойлашы, аняқа бар ше. Жинайды ғой ақшаны. Оңбаған деп отыр. Ешрақ. Жоқ, лақтырмайды. Оңбаған немене? Бағланда ше алып салып жатыр салфетканы. Бағлан алды, вообще қатты билеп жатыр, анау ше алдына отырып ше, ол алып салып отыр. Сол не? Еще қай столдан алғаны біле ма ол? Бір оқиға айтып берейін ба? Баяғыда Құттыбай мен Қуаныш екеуі дайындықтан шыққан ғой, түн болған, маршрут тоқтап қалған. Таспөгет көріп, таспөгет алысып қойын қаладан. Сөйтті таксиге ақша жоқ, айтады ғой. Сүйінге қонақ ордық қой, таксиге ақша бар ма? Тапса айтса, 300 теңге бар дейді ғой. Өзі 300 теңге апармайды таспөгетке таксиге. Минимум 500-600 теңге апарады. Соны айтады ғой, Құттыбай 300 теңге ақша бар, соған сөйлесе дейді ғой. Екеуі жаяу барады таспөгетке қарай, кетіп барады да. Соны Қуаныш бүкіл машинада аға таспөгет 300, қуасың ба кет. Аға таспөгет 300, қуасың ба кет. Жағдайды жоқ қоя жаңа. Жағдай айтып жатыр Айтып қой. келатыр, ақшамыз жоқ, студентпіз. Сөйтіп бір такси тоқтады, Волгын тоқтады. Аға дайындықтан шығып маршрут тоқтап қалды. 300 теңге ақшамыз бар, аға. 300 теңге бар деген ғой. Апарып тастайсыз ба осындай жағдай жоқ, нашар балалар еді. Бірдеңе айтқан шығар енді екеуі ғой. сөйтеді да анау тұрады да аяқ кетеді да, Волга тұрады да, ойбай отырыңдар дейді да, отырғызып алады да. Таспөгетке, ол таспөгет аузында да тұрмайды ғой. Былай ұрласын. Бірінде тұрады ғой. Жоқ, еще центрді мінеміз ғой еще. Центрде міне алған ғой. Сөйтіп үй жағына барып тоқтағанда, Құттыбай түскен сөймен тұрғанда, Қуаныш берсе 300 теңге дейді ғой. Сөйтсе тұтас 2 теңге беріп тұр дейді да. Экономдып жүрем ғой мен. Саспай экономың ыңғайсыз екен оны сол майдалап. Волганың ішінде отырмын дейді. Далада тұр дейді ше, водительге қараймын дейді, маған қараймын дейді. Водитель маған қарайды дейді, ақша қарайды, маған қарайды, бүйтіп отырып дейді ғой төртеуіміз ше. Индийский кинода болды десе, дададың деп. Сасқанымнан дым дей алмаймын ғой дейді да. 2 теңге беріп, аға негізі қаншаға келетін едіңіз деп едім. 500 деп соны алып қалсаңызшы деп айттым дейді. Жоқ қой енді. Сөйтсем мынаны боқтап отқан ғой, қуасың ба анау. Нормально 300 күн деп жүрмін ғой деп айтады дейді. Дым саспай ше. Біз Құттыбай екеуміз ғой. кешегіде асик оқи берсін да дегендей болып тұр. Құттыбай екеуміз, Құттыбай жағында жүр, менің машинам бар. Сол Құттыбай тарапта Пұртқұз дейтін ауыл бар бізде қала жақын. Сол жақта ағам үйленіп жатыр, сол жаққа барайық дейді ғой. Сол жаққа қонайық дейді. Мен де жүре беремін сол машинам. Сол ауылына бардық Пұртқұзға. Үйдің бәрін иістің жаңағы Нұртай дейтін інісі бар. Соны Алтай. Соны тапсырып кеткенбіз үйде. Сөйтіп Пұртқұзға тойға барамыз. Жататын жер жоқ ана жерде. Өзі кішкентай үй, келін түсіп жатыр, ана үйде адам көп, ұйықтайтын жер жоқ. Нұртай тек қайтайық үйге дейді ғой. Қайтайық деп машина мініп аламыз да. Жаңағы Таспөгетте үйіне келеміз ғой. Үйіне келеміз, үйге кіріп қалсақ,
28 аяқ киім жатыр андарда кіреберісте. Сөйтсем жаңа Алтай деген карта ұйымдастырып қойған үйге. 2 круг 9 адамнан күлші ұрып жатыр. Кіріп келеді. банк тұр. Ұрып жатыр. Кіріп келеміз да, түріміз олар да бізге қарайды. Келмейді деп ойлаған ғой ендегілер. Келмейді деп ойлаған ғой бізді. Сөйтеміз кіріп кетеміз, көтекті түрін келтіріп алады да. Алтай, бері кел деді. Мен ойландым, қазір бәрін қырады, жояды. Қуып шығады. Бәрін қуып шығады екен деп. Елді не істеп жатсың сен де? Не адамдар деп еді. Алтай бүйтіп қалтасынан 500 теңге шығарды да қолына қыстырып еді ғой. Аға деп. Оны бүйтіп қарады да, досым не істейміз, кете береміз ба дейді. Көп қалдың ба? 500 теңге тастап бара жатыр ғой. Сол заманның кеңдігі ғой десең. Сол кездегі 500 теңгелер қандай? Ой, біз кезімізде 500 теңге қайтады ғой десең. Гамбургер аласың десең. Құттыбайдың оқиғасы көп қой. Былайша Құттыбайдың жүрген өмірі прикол бізге материал болды ғой. Бұл кісінің өмірі жалпы болып жатқан оқиғалар басындағы бізге материал. Қызық. Енді Датао түнде дайындықта болады, не болады, ұйықтап жатады. Азында апайы би де оқыды ғой енді өзі кәдімгі қорқытта. Звондайды ғой, бұл кезде телефон жоқ, домашка звондайды, пәте салады, қарында салады, мама салады, Құттыбай апайыңыз деп жатыр деген сияқты. Соны келеді телефонға. Азанымен дайындыққа іздеп жатқан репетицияға. Құттыбай жоқ, биші билеу керек ана жерде. Апай ұрысып телефондап, алло десе. Оң маған Құттыбай, қаяқта жүрсің? Адамда. Кетіп апай. Қаяқта кетсің? Университетте келдім өтеді. Домашка звондап тұр ғой. Университетте келдім өтеді. Міне жетіп қалдым деймін ғой мен. Міне кетіп міне апа. Міне университетте келдім деп қойсың. Университетім қайда тасып өтті қайда. Сен үйде жатсың ғой, мысалы домашний телефон звондап тұр ғой енді. Датао сасқанда ше. Домашний телефонға звондап тұрған адам. Бишілермен қызықты сәттер көп болады. Арал күндері болды. 5 күн арал күндері болды. Аралдасың. Аралдамыз. Міне ағамызда 3 қыз, міне ағамда 3 қыз, 6 қызды мені жетекші қылып апарып тұрды. Жетекші жоқ, апайым жоқ, бірақ өзім жетекші болып бара жатырмын. Бір жағынан билейсің ба? Бір жағынан билейміз. Гафур бармай қалды да, мен барып тұрмын да, жалғыз сол. Сонымен 5 күн жатырып, Толағайдың үйінде жатырмыз. Толағайдың үйінде мамасы тігін тігеді. Үлкен дәу қайшылар бар үйінде. Ана киім тігеді ғой. Сонымен жатып, сапа тапа-талыс ғой, сағат 2 ма 3 па сондай ұйықтап жатыр үйіндегілер. Ішім пысты. Міне ағамда 3 қыз жатыр. Бір қыз ауылдың қызы еді. Айзада деген қыз. Сол нәски киіп жатыр екен. Күн ыстық, ойлашы. Дала деген от болып тұр. Бірақ үйдің іші салқын ғой. Бірақ нәски киіп жатыр жаңа қыз. Ауылдың қызы еді. Сонымен тұрамын деп ішім пысады. Жаймен. Апамның Қайшын алып алдың. Қайшын. Дәу қайшын алып алдым. Жаңа ұзыннан жатқан қыз ғой енді. Бәрін башпайларын кесіп тастадым. Жаймен жоқ қазір нәскиін бүйтіп ұстадым да. Ұшынан ұстадым да. Кесіп қалып. Кестім, тағы ішінен нәски шығып тұр ғой. Күн асты. 2 нәски бағым. Неге? 2 білмеймін ғой енді. Екіншісін кесейін деп жатқан кез оянып кетеді ғой. Вәә деп жаңа. Қақта жүрсің оңбағаным деп. Қақта жүрсің. Мен немін ғой енді. Қожалықпен келмесің. Мен қожа несі десең. Жаңағында просто нәскидің несін айтып отырмын десең, качествосын айтып отырмын десең. Жоқ, Алмас. Той жайында тағы да айта берші, қызықты сәттер көп сияқты сенде. Той жайы. Басқа да қызықтар айта берсін да. Бір күнде мысалы 2-3 заказ алып қалған кезең бар. Менде өзі сен ондай адам біреу ақ. Ол Мен вообще күнде мен алсам да келісіп аламын. Мен кешке 5-те кетемін. Сіздерде 12-де барайын, құдалық той болсын өткізіп беремін да. Мен сағат 5-ке 10 минут қалғанда той өзін айтамын. Мен 10 минуттан шығып кетемін. поварлар ұқсап кетіп қалды екенсің ғой. Ол Сен де кетемін деп. Ол біреудің жауапкершілігі. Той есі жанды. Мен кетемін апай, мен отыра алмаймын. Мен 5-те кетемін де болды. Жоқ ол. Біреудің неше жыл күткен қызықшылығы ғой, мен өйтіп селсоқ қарай алмайды екен. Ол сен құсап, Аралда ұзату болып той алып, кешке Қызылордада той алып. Әңгіме басталған кезде уайымдап кеткенсің ғой мына. Бұндай оқиғасы көп қой. Сексеуілде де білмеген ғой той түнде басталатын. Москвичке сағатта түсіп қалдың ғой мен. Сен де түсіп қалдың ғой. Иә, мен де бір рет сондай болып қалжаған. Қайта мен үлгердің сен. түсіндіріп үлгердім аған. Просто болғанда күлетін әңгіме емес, просто білмей қалған ғой. Біз сексеуілде 3 сағат бар. Ол кезде Астана бөлек, Қызылорда бөлек. Сексеуіл бөлек те. Батыс бөлек. Біз Астанамен жүреміз ол кезде. Біз батыспен бұрындар ғой. Жоқ, ол кезде Астанамен жүреміз, батыспен емес. Біз кәдімгі Астана сағатымен жүреміз. Батысқа жақында қосқанбыз, 4-5 жыл бұрын ғана емес қосқанбыз. Так. Сексуэл өз алдына местный сағат бар.
баяғы Москва сағаты бар, местный деп айтады. Московский сағат бар. Астанадан 3 сағат халық. халық Батыстан 2 сағат халық. Сондай сағат бар ол жақта өздерінде. Әлі бар. сонда бізде олар сағат 5-ке шақырады уже бізде мына жақта 7-8 Ол болып жақта жатыр. 8-де той басталып жатса, Қызылордада 11 қол кезде сағат. Ол жақта да 11 сағат, бірақ Местный сағат. местный сағат деп айтады. Сөйтіп обедте той басталады деген нешеде деген 12-де деген болған. Нешеде бітеді? 12-де басталған той потолок 5-те бітеді ғой, 4-те бітер ме, 3-те бітер. Сөйтті кешке бұл Қызылордадан той алып қояды ғой. Барады қаяқтың, ол жақтың сағатын басталады, сонымен Жалынып жүрмін ғой апайға. Апай тойыңыз қашан басталады? официант жоқ. Ұйықтай бер дейді бізге айтады. Ұйықтай бер, мына бөлмеде жата беріңдер, демала беріңдер. Кешке басталады. Апай басталатын шығар, сіз 12-де басталады деп едіңіз ғой. Иә, 12-де басталады ғой дейді. Енді бізше 12, ол жақта Ол жақта 12 бізде уже 3 болып жатыр ғой, иә. иә, ол жақта 12, бізде 3 қол сағат. Сен сонда Сексеуілскіден күндіз той бағасында Түнде Қызылордадан той алған ғой. Кешке Сөйтеді де қарса енді. жоқ, бір сұрақ. Сол кезде сен мақұл біздің сағатпен болғанда да қалай есептедің? 12 деді, допустим, иә. Үште Бірде бастал. 3-те шықса, бері қарай потолок 4 сағатта келеді ғой, Алла қаласа. 7-те келем деп 8-де келсең, ойлағансың басын ғой. бір тамақ бастай береді деген сияқты ғой. Енді қараса, о, бей деген ғой ол кісілер. Бір машина шығады, ауылдан сонымен қайтасың ғой деген ғой. Бұл тұрады да оны көреді де, мынау қазір ана машинасы қандай машина болады дейді да, Қызылордадан машинасын алдырады ғой. Оны бір бала айтады, айдап кел дейді, бензинге ақша аударады. Ол айдап барады, өзі Kia Rio, иә. Ол Kia Rio'да бір айдап барады, бұл тойды аяқтайды, күтіп тұрады, бір отырады да шығады ғой. Ол кезде уже бұлар 9-да ба 8-де шығып жатыр Қызылордадан уақытымен. Ол Kia Rio шығады, Часпиктің уақыты трассада 2-ақ жол, Сексеуілден бері қарай өйтпейді. Ресторанға келеді ғой. Сағатымен кіріп қалса, жаңа орнына бір тамадын жіберген ғой. Баталып жатыр дейді ғой. Батаға үлгірді. Батаға үлгірді да. Батаға бүйтіп тұр ғой бәрі. Батаға үлгерген. Содан кейін ойланатын болған ғой, екі той уже. Менде тойдың қызықтары 2017 жылы болған. Менде өте үлкен сабақ болды сол. Мен бірақ адам істейін деп істемейді ғой негізі. Ситуация сондай болып қалады ғой. Жаңа Орғанда тойда болам. Әлі ұмытпаймын күндеріне дейінше, октябрь ай 27 күн Жаңа Орғанда болам. 28 күні Таразда болам. 29 күні Алматыда тойым бар. 28 күні тойды өткізем да, шығып кете берейін десем, өзім зар үйлем. Энергиям жетпейтін білдім да, гостиницаға кіріп, жаңа жатқан сияқтым, тұрсам 12 ғой обед. Кешке Алматыда тойым бар. Таразда ма сен ұйықтап отқан бұл? Таразда. Енді ары қарай 4-5 сағат нормальный негіз. Үлгеруге болады. Шығып жүрсем, жаңағы тузик құсап, машина битеді ғой. Қаяқа ұрғаным, қазір ойланам, соны негіз бір ауыстырып кетті ма деп ше. Жұмыртқа құсап майысып қалған ғой дөңгелек. Дискі ма? Дискі. Запаска жоқ. Соны барып, ана бір жерге күйдіріп, дөңгелегін нормальнап шығарып, трассаға түсем деп жүрген сағат 3 болды ғой. Енді 29-ындағы заказ тоже бір үлкен бір кісінікі енді. Ана мынауды кешіре бермейтін, ұрсатын көкөнк. Содан деген. Алматыға кетсің ғой. Алматыға келеді. Машина нешеге дейін тартады, соған дейін басып келатырмын ғой. И мен тағы бір не істегенім, жаңылысқаным, бір күн бұрын бензин құйғанымда полный құйдым, бірақ датчик жартысынан көрсетіп тұрды да. Сосын мен ойлаймын ғой, бұл же бұның датчик істемей қалды деймін да. Бензинді тоже ориентир аламай қаламын да осы. Басқаның үстіне баса берем. Нормально. 3 сағатқа жетпей Алматыға кірдім, бірақ Алматыда воскресенье күні ол кезде авторинг бар еді Қаскелең жақта. Елдің бәрі майша өтпеген алып қайтады да, Қаскелеңнен бастап қалаға дейін пробка болады ғой. Өже мен Ұзынағашқа жеткен кезде ана братан қаяқтасың деді ғой. Братан мен қалаға кіріп келе жатырмын. Ол той Алманың арғы басында Талғашкида той бар. Бесағаш. Бесағаш жақта. Кешегі ма? Ол кезде Диана деген тойхана қатарынан ұрып тұрған кез. Сөйтем де енді гәй өзі кешірсін деймін да, оңға қарай алып, авашнаймен барып келе жатамын да, қуыс көшелер бар болатын. Пробкадан қажат. Ол қуыс көшеде бірақ машина сиятын жол бар да. Сен маргайт етесің да, анау тоқтаса өтіп кететін жер ғой. Маргайт еттім, анау тоқтады, өтіп баратқан кезде. Бензин таусылып қалған ше.
күштілады өзім асығып келе жатырмын. Мен ана бетім туа бітті қызыл ғой негізі. Ана бет одан сайын қызарды ғой. Адамға жан керек қой, а. Машинаны шекарын. Бір өзім итерем ғой, сәл сай болып тұр ғой. Любой қуысқа қарай бұра сағасы рошек тартып, қолттап, костюм шалбарды аламын да. Мен құсап жаңа маргарита етіп, ен жүріп баратқан бір машина артын ашып, сөйлеспей отырып аламын ғой. Братан қалқаманға дейді. Ол кезде өзі ана кісі давить етіп жатыр. Бет шәрбет қаяқта сағат 7-тен кетіп жатыр. Өзі айта алмайсың анаған. Мен полный кінәлі болып тұрмын. Сөйтем ана машинамен отырамдан да 50 теңгелік таксилер тұратын жерге барам, қалқаманға. Түсем да бір таксистке 10 мың теңге берем ғой, Дианаға жеткіздім. Мен осыны тойға жауапкершілік алғам, тамадам, қатты асығып келатым, жолда осындай ситуациялар болды. Ана 10 мың теңгені көрді дағын, орнынан қаздырды ғой машина. Қайда дұрыс водитель мекен айтайын. О водительді айтамын қазір. танисың сен Сөйтіп, Сайна көшесі бар ғой енді. Сайна көшесімен енді четкий келатыр еді. Бізден де бір машина ше, озып келді да. 150-200 метр жерде көз алдымызда аударылады ана машина. Аулап барады да, кришасымен көлденең тұрып қалады ғой. Сағат 8-ге где-то Жол жауып қалды ма? Жол жауып қалды. Енді ана ситуацияның бәрі бірінеге бірін ана кісіге. Таразға тез келдің ғой, иә? Таразға тез келдің ғой. Енді Алматының пробкасы кешірмейді ғой ана мынау. Кришасымен тұр ғой бейт. Жүгіріп барамды өже, мен тойды ұмытып кеттім, ана өліп қалдым ана. Барсам ана өже шок болып жатыр. Адам аман бірақ. Терезені шығарып, амансың ба? Сем, я деді. 2-3 бала шақырып аламын да, багажнигіне, арт жағынан машина. Итер бір машина өтеді алып, мен отқан таксист. Бірінші өткен. Отырамын да машинаның ішінде киім ауыстырамын ғой, сағат 8-ден 5 кетеді, өже ана кісі үлкен әңгімеге кетіп жатыр ғой. боқтап борлап жатырмыш. Енді мен бірақ әдейі істеп жатқан жоқпын да, бірақ оның үстісінде түсіндіре алмайсың ғой. Балоны бүйтіп қалып, тараздан бастасаң, қойш дейді ғой. Енді ана кісі мен ол жерде қатты жанып кеткен, тамадаға зәру адам емес та, бірақ именно сен бош дегеннен кейін сол сөз өтіп барады. Жауапкершілік тұрған о мойында. Ешжана беташардағы жігітте асығыс екен, келесі беташарға кетемін. Общем, ұзын сөздің қысқасы 45 минут қалып, тып-тыныш отырып қалған ғой, күтіп. Мен анандай ситуациямен келем, қолымда чехолым, көйлегім бір жақ салынбаған, жүгіріп келсем, ана кісі деп тұр ғой. Бетім қызарып кеткен көріп, кейінен айтып жатыр ол. Бір жерде шеп, мен құлағымнан теуіп отыр деп ойлаған екен. Жүгіріп барамын да амандасам деп құшақтап аламын да бір адам. Ешқандай настроением бұзба, той бітсін сөйлесеміз деп кірем. Лестницаны сәл деймін, басып аламын да музыканы микрофонда әкеп береді. Ол премиен түсіндіреді осындай. Кірдім да ассалаумағалейкум ағайын, жаңа мен ғой бет ашқан тамада деген сөз кеп қалады аузыма. Сол өтіп кетеді, сол темп ұстап алып. Сағат 12:30. Вообще бет ашқан басқа біреу ғой дейсің ғой. О, біреу ғой басқа. Мен анаяқтан келатын ағам бет ашқан. Содан кейін менде деген кәдім рисковать ету, кешігу. Мен өзі 6-да, 5-те той басталмайтынын білем ғой. Мен 2:30-3-те барып алам кейде. Пятница, вторник күндер той түссем, мен пробкаға түспейін деймін. Ерте барам. Уже етесің. Жо тойхананың алдында уже мен қазір директорым ғой десе. Несі айтып отырмын да, историяларын қызықтау екен кәдім күшті. Қызық, анау бір ресторанға барудың өзі. Ондай сол сен сондай ситуациядан өтіп кеп тұрсаң, кейде той иесі айтады ғой. Қайда жүрсің деп ше андай. Айтасың ғой жолда мынандай болып қалды, көктайғақ болып, мысалға қар жауып жатыр, не болып жатыр десең ше, сенбейді ғой мысалға көзбен. Сонда қазір күліп отырып қой, жаңа айтқандай ғой, бірақ ол кездегі ситуация деген страшно ғой. Ситуация мен айта алмаймын ше. Уже бүкіл өмірім кәдімгі датау ой келді ғой, неге мен осындай тойдың адам болдым екен деген сияқты ше. Ана ойлаш, балон андай болып, прок болып, бензин таусып, машина аударып. Негізі асыққан шайтанның іші дегенде бір именно асығып кетсең бір әдейі болып отқан сияқты бола ма? Сондай болады ғой. Мен ойладым жаңа сен скорыйға апарама ана аварияда отқан адамдарды ше. Сөйтіп скорыйдан звондап, міне ол ше скорый былай тұрсын, машина былай аударғанда жоқ қой, солайынан тоңқайған күйінше. Орнында да қойған жоқ. Ерге қой шиқылдап. Деген дауыс шығып жатыр. Өз машинасы Біресе соны өткізіп ағасың ғой. Ана жерде ситуация тир.
агрессия кіріп келдің шірей елестетсе примерно тойға атып шығасың да. еще жеткеннен кейін де жауапкершілігің бар ғой сенің әлі тағы Иә, 4 сағат жүргізуің керек елдің қана той. алдында. Жетіп алсаң бітті дейсің, бір зат апарып бере салсаң. бір тичкісімен алып кетіп тұр ғой тойды ары қарай әдемі. Жаңа бет ашқан тамадым ғой. Жаңа бет ашқан мен ғой ағайын бәрі күтіп отыр, тамада кешігіп алып музыканы айтқан бәрін, иә. біліп тұр, күліп жіберді да уже халық түсінді ана. Сосын сағат 10:30-дарда уже жаңағы той деген енді құдайға шүкір оңтайға келіп Кеше қалатын. тура дәрмен той сондай болды ғой. В общем, тағы бір қызық оқиға есіме түсіп жатыр да. сөйтші бір оятшы халқымызды. Баяғыда Алматыда барлығымыз бір ағамыз бар. Бір районда мынандай суточный коттедж береді. Сосын андай среда, четверг күндер кейде бос болып қалады да, сосын бізге айтады, бүгін ертең коттедж бос келіңдер деп. Енді студентпіз, ана жегір жуынып шайынамыз, киімдерімізді дұрыстаймыз, сабаққа дайындаламыз. Бірақ ол жерде сөйтіп жүрген бірнеше адам бармыз ғой, ше. Оның ішінде бір әнші жігіт бар, қазір әжептәр танымал болып жүрген. Сол бәріміз барамыз, короче. И адам жаңағы бір нәрсеге ауырса, полный кіріп кетесің ғой соған. Біздің ауруымыз кино ғой. Ол кезде DVD. Сөйтеміз мысалы, Ван Дамның жер бетіне қандай кино шықты. Соны бәрін аламыз да. Ван Дам киносын көріп шығамыз. Неше серия? Әр келген сайын. Жетли. Полный. Сол кәм не болып кетті ма? Дәстүрге болып кетті ма? болып кетті. Сонымен енді қай актер? Еще соңында ақылдасып, таласып, жеребе тастап ше. Шыққан актердің дискілерін тауып әкелу керек. В общем, Брюс Лиға келдік қой. Брюс Лидің бірнеше сериясын көріп қойғанбыз. Өз жағынан көріп отырсаң, әр актердің өзінің фишкасы болады да жаңа. Брюс Лидік бүйтіп төбелестір камераға қарап, «Уача!» дейтін әдет екен ғой, оны 2 рет көрген түсініп қалдық. Сосын бізде бір жаңағы әнші жігіт өте киноманды көрсе, соның ішіне кіріп көреді. Ол қатесін көрмейді ол. Анамен кино көрген кайф. Жүре маған актердің қасында тепсе, деп аузын жауып яқта Бандиттерге қоса, ойбай деп. Анамен көрген киноны кайф ғой. Бір күні бүйтіп отыр ғой. Мен турист жанында отқам. Брюсли біреуді зорға жеңді да. Собайықсы оған да оңай емес. Камера артта, «Уача!» деп еді, кіріп кеткен ғой ішіне. Тілдестір ма? Тілдесіп, өзі режиссер болғанда бәрін көріп камера ішіне жүрген. Сол жаңа ауылдың тағы бір әңгімесі есіме түсіп жатыр. Біздің бір ағамыз бар да. Бір өмірде болады ғой, өте мыжың адамдар шанандай. Мысалы біз Қызылордаға келгенімізде азында тұрдық. Аэропортта кездесіп, ұшып келдік деп жеткіземіз ғой. Ол үйтпейді. Ол будильник шырылдағаннан бастайды әңгімен. Мысалға. Бүгін тұрдым деп, будильник шырылдады. Оны еркін кеп тұрып, бірі басып, 10 минуттан қайттан шырылдады. Точка, өтір, нүкте, сондай айтатын кісі ғой. Үйтіп айтпаса, жан дүниесі рахаттанбайды да. Сол кісінің атын ұрлап кеткен ғой. Атын ұрлап кеткенде, қорада тұрғаны. Ұрлағанда да бір әнесі еркелеп алып кеткен. Жиен ба дейсің ғой. Сөйткендан бір жерге сатқан, ол көкпар шауып жүрген ат бәрі таниды. Сосын пәлен ауылда пәленшен ат емес. Ойбай, енді бір білмесік болған екен деген да. Соны звондаған, газет жіберіп қайтып атты алдырған. Соны әнесімен үйтпейді ағайындар. Әнесі енді аға кешіріңіз, жаңылдым, жазым. Жарасып кеткен. Негізі әңгіме осылай. Ана кісінің версиясымен тыңдасаң әңгімені. Көке бет ашар болып атқан ғой бір айды. Қасында дос екеу тұрса, біреу келіп сұрайды екен да. Атты ұрлап кеткен дей ме? Иә. Қалай ұрлап кет? Қалай болғанда былай болды. Мен пәленшейінде отырыста отқам. Шықсам аяқ киім жоқ. Жетсем оны түгеншенің қатын киіп кетті. Еще артын басып тастап. Содан алып, машина жай подсосын тартып, от алдырып, шамал қыздырып алып, пешті қосып. Лабой ашқаннан үй жаққа келіп, мен обычно үйге келген кезде атым дейтін еді, бұл жол демеді. Кірсем ат жоқ қой.
Қораның артқы есігін ашам. Ізбен кеткен, сүйретілмеген, біреу мініп кеткен, ат жоқ, жүгір, пәленшенің үйіне барсам, көше жақ бетінде есігі жабық екен, айналып огородынан кіріп, терезесін ұрып, шық, не болды? Ат жоқ. Ат жоқ несі? Ат жоқ. В общем, полный айтқан ғой. Енді ана газель жіберген, алдырған, анамен татуласқан. Болып атса екінші кісі келіп, көке ат тұрлап кеткен дей ма? Иә. Қалай болғанда бұлай болған. Қайттан. Саспайды. Қайта. Кірген кезде деді. Шықсам аяқ тиген жоқ. Демейді. Ойбай ат қайда? Болып атса үшінші адам ат тұрлап кеткен. Иә. Қалай бұлай болған. Сен 6-шы ма 7-ші адам сұраған кезде өзінде ығыршып кеткен ғой енді. Сен қасындағына қарап тұрып, сен мәлімдемін естіп тұрсың ғой, айта берші. Біліп қалдың ғой деп қой. Біліп қалдым ғой, айта берші. Ол да осы сіз. Бағдарлама осымен тамамдалады. Сол соңғысын айтайын. Аха. Біздің ауыл жақта Біздің ауылда. моторлы ешек деген бір әңгіме қатты тарқап кетті. Иә. Осын сен шығарса эфирға. Эфирде жоқ бұл әңгіме. Моторлы ешек деген әңгіме бар. Енді бір ағаларымыз, бір көкеміздің үйінен движок дейді, тоқ беретін мотор. Ана кісі, сол мотордың иесі, үлкен кісі, анандай бір тәртіпті кісі. Үйінде бәрі орнымен тұру керек. Именно сол үйден алып кеткен. Баяғы Совет өкіметінің движогы. Ол өте ауырды. Соны өстіп алады да көл жаққа барып тоқпен балық аулайық дейді. Енді керек болып алып барған ғой. Сөйтсе ана көлмен машинаның екі ортасында 500-600 метр жаяу жүретін жер екен. 5-6 ауыз шетінен көтеріп келе жатса ешек жүр дейді. Ер тоқыммен біреуіне қашып кеткен ғой, жайылып жүрген. Сон бет жібінен ұстап алады да ана үстіндегі ер тоқымға жаңағы движокты қояды да жібін шешіп алып құлап кетпейтін байлайды ғой, жан жақтан өлтір. Домалана саусағын тығып алып есектің артынан ұрып ұрып айдап алып келеді. Сосын ішінде біреу айтады, не істейсің десе, қазір тоқпен балық ұрам деген ғой. Қалай? Мынаны от алдырам, ешек суға жүздірем, сосын суға тоқ тигізіп қалсам бетіне балық шығады деген ғой. Ол ондай болмайды, оның өзінің аппараты болады. Сен 220 вольт тоқ суға тигізіп өле алмайсың ба? Сен білем ба, мен білем ба? Сөйтіп ерегісіп сөз таласып қалғаннан кейін, ой құршайды, одалдырып қалған. Ананың дауысы деген, ана ауылдың басына мына ешкілетін еді ғой ана. Анандай рас сені ешек ондай дауысты естімеген. Не болып кетті дегенде мыңмен кеткен ғой, үстінде мотор кеткен от алып ойлаш. Одырр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 rr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 
үчтебесин коскан ғой турбина коюшу. Алдына бир чыгып калса дейт ана брат экен. Алдымыздан токтомой өтүп атат. Жүрөк жарылып кетейин деп турат ана. Ауылдың ішіне кірген ана алтауыда айтады жүгіріп қуып келеді ана мотордың иесі көкеміз есімізге түсіп ана үйге моторсыз бару в общем өте қиын болыпты содан күн батты дейді ғой ешекті қуып жүрген кезде содан мотор өшті дейді артынан қуып келатыр бір кезде бір көкеміз келатыр еді содан сұрап тез сұрап ары қарай дальше қуып кету керек болған ғой ыңғайсыз екен дейді ер тоқыммен ешек көрдің бе жүгенмен ешек көрдің ба дейді мотормен ешек көрдің ба деген ыңғайсыз айттық дейді осындай моторы бар ешек көрдіңіз ба ана көкемде дым саспайды дейді ғой ешегіңді қайдам бірақ жаңағы бір фары жоқ мотоцикл өтіп кетті дейді шауып өткен мотоцикл ойлап қалған сондай қызықты әңгіменің бәрі ауылдан шығады мен жалпы өзім ауылымды жаңағы класстастарымды ағайынымды қатты сағынып анда-санда барып осындай әңгіме жинап кеткім келеді. Ауыл деген жан дүниең бір рахаттанатын нәрсе ғой. Баяғыда енді қалаға кеткен кезде түсіне бермейтін ек. Жаңағы Бағдәулет Арыстан деген досымның сөзі бар. Адам көп адалдықты ар тұтпаған. Ауылда айтсаңшы бір селпіріп шалқып қалам. Қаланың қасқыр болған адамынан ауылдың аңғал жаны артық маған. Аңғал жандар көп. Ауылда барлығы жаңағыдай ойында дым жоқ, күшті. Барсаң әшейін анамен сөйлесіп отыр демаласың ғой. Ауыл деген сон жаңағы ма кір сен ұшырайын мә сен ағатшы деп жүрген көкемнің бір күні үйіне барып үйіне күн кеш түн ғой енді барып кіріп кеттік ой кел деп отырғызып
әңгімелесіп сосын жеңгелеріміз шай қойып жүріп 1 сағаттай отырып сыртқа шығып мен ертерек шыға берейін дедім да терлеп кетіп шыққан кезде ана кісі артымнан келді да анандай жерден үйінен жырқ етті даланың светін жағып еді ана үйінде бір ит бар екен жеп қоя жаздады ғой менде иттен фобия өзімде жүрек үріп кетті енді ана ит сұмдық енді атылыс жаман болды соны көкем айтып алды ма жаңа кірген кезде үндемеді ғой бұл свет жағып жеп қояйын деді ғой десем анада да пауза жоқ қой тоқпен істейді деп қой свет жақ тоқпен істейді сол айтайын деген негізі мен тоқпен істейді деп жатсам біздің бапамыз мен негізі электрикпін десе бапамыз андай машина алды да лада электр пакет болып сондай машиналар өгіз жигулиден кейін сондай машина емес па бая универсал ма иә универсал сервис. сондай машина алып келді да бізге пахан велосипед бермейді тұғын кішкентай кезімізде ше велосипед мына телевизордың пультін ұстатқызбайтын тұғын өзі құртасың иә видео ана нені көрсететін кассетаның өзі бәрін өзін видик дейді ғой аха видик бәрін өзі ұқыпты айтып қойды ұстайық ұзаққа шыдасын дегені ғой енді Со, қарасаңызшы енді пахан сол машина алып келді да ішіне отырып көріп жатырмық қой енді қызық қой бізге машинасын қоттаймыз дауыс шықты терезені ззз деп ойнап отырмын ғой мен енді көріп отырмық қызық қой енді бізге үлкен сен ғой аха ззз деп ойнатып отырсам пахан ғой ей шық ішінен ана батарейкасын отырғызасың дейді өзі де білмеймін әлі дұрыс өзі пайдаланбаған әлі батарейкасын батарейка пахан сөйтіп сөйлейді батарейка дейді кәсті ана бакир баукан білесіңдер ғой досымыз солда енді негізі басталды подкаст десек ауылымның қызық әңгімелер өте көп қой сол жетісайда дейді ана тәжік па өзбек кісілер бір крутой кісілердің тойлар болып қалса енді ақшасы бар адамдарға анандай аппаратты сол өзбекстаннан алдыратын еді дейді содан бір күні пәленшенің тойы болатын болды біз бәріміз қызық көріп жүрміз дейді сонымен анау кісілер елка ұқсатып колонкаларды құрады дейді мына жаққа бір 10 шақты колонка мына жаққа бір 10 шақты колонка микрофондарын шнурын сүртіп тойға дайындалып жатыр дейді бір кезде бір өзбек кісі бүйтіп палатканың арғы басына барды да мына жақта тұрған илхам деген бір өзбекке кәпір деп айтты дейді ғой сөйле деген ғой илхам енді аппарат тексеру керек бер деп еді бұжық еткізіп екі пичал күйіп кетті дейді ғой ана жақтан естіп тұр дейді күйіп кеткен жан шағып кетті екі деме гарри сияқты музыкант болып тұр ғой екі деме 4 коленка құрайды десе таза Қызылорда әдемі болды подкасттарыңызға көптен рахмет сәттілік тілейміз басында өзіміз қызылордалықтармен бастап жатыр қызылордалық әңгімелер болсын негізі жақсы ғой әңгіме айтқан мысалға қаншама осы нені көріп отқан видеоды көріп отқан жандар бар сіздер таңдамайды ғой мен мынандай жасқа арналады біздің әңгіме болмаса үлкендерге арналады орта жас бәрі көре береді да балада шағада басымызға өткен оқиғаны да қызық қой мысалы біреудің рахмет шақырғандарыңызға иә енді бұндай қызық ауылдың әңгімелері көшеде көрінген жерде айтылып қалмау керек осылай көрермендерге де айтылсын деп сіздерде егер де қызықты оқиғалар болса жаза отырыңыздар күшті сосын таңдап асылхандар өздері сол оқиғаны айтса күшті емес пе иә бұл стиль таза Қызылорда тағы кімді шақырайық кімді көргілеріңіз келеді ол міндетті түрде ол танымал болу емес бізге жақсы әңгіме айтса болды осылай әдемі көңілді или сіздердің араларыңыз достарыңыздың арасында әңгімені қатты айтатын болса шақырып көруге болады болмаса әңгімелер жазып көріңіздер біздің ауылда осындай әңгіме болған деп осы жерде қосып айтып жіберейік атын ата десеңіздер атымен атайық жоқ атамай былай айт десеңіздер солай айтайық біреудің әңгімесін өзіңнің әңгімеңе ұқсатып айтқызасың ғой күшті қылып иә бұл стиль таза Қызылорда бүгін бізде қонақта Алмас Қожа және Құттыбай Сағындықов күтпеген жерден Құтекеңді күтіп алдық бүгін негізі планда жоқ еді бірақ Құтекең табан астында Қызылордаға келіп қалды да әдемі бізге сюрприз болды рахмет Құтеке бірақ арнайлап бір дұрыстап шақырғанымыз бар